Бір тарелка, бір жүрген әуле шықтық. Скотский вагон дегенде, настоящий скотский вагон. Вагон ішіне доғды. 5 күні қычырды, сон яваш тынды қалды. Выкинули с вагона и все. Татар кемігіттері да тұрадылар. Өлдірерлер уақытлерді. Қабір қазылмай еді. Бұны уже шакаллар паршалаған. Бұл территория кости татарские. Çok татарлар olған жерде 30 адам өледі. Көмме адам тапылмай еді. Аузын ашып бір лaf айтман шаресі жоқ еді. Қарбамам айтам. Оғлым, ер yüzünde ең арам hukumat bu hukumat деген еді. Херсон вилаятында Қырым татарлары аз дегіл. Амма не ерден олар мында пейда oldu? Сүргінлікте олғанда халқымыз ватанымызға қайтармыз деп, вақыт үміттен кесілмейді. 70-80 жыллары халқымыз Қырымға қайтмаға башлады. Амма оларынан да қабыл етмеділер, кенеде сүргін еттілер. Халқымыз Өзбекистанға, Уралға қайтмайықта деп, Херсон вилаятында ерлешіп башлады. Бұл елікнен Мұхтаркой, яғни Счастливцевада 82 яшындаки Антеяға Измайлов яшай. Келіні соны тақдир yollarını білейік, өмір хаятыны огренейік. Селам алейкум, Антеяға. Алейкум селам, қош келдіңіз. Çok memnunum sizni taqdir yolları programmasında sizinle suhbetleshmege ve birinci sualım herkesге bergen sualım bu Qırım tatar halkının tamırları Qırımdan çıxa. Siz de bilgenime göre 1938 senesi balasısız, Qırımda doğdunuz. Qırımda nerede doğdunuz, nerede yaşlığınız geçti? Ben doğdum Balıklava rayonu Urkustakoya. Abli Asqar babam. Babam Ömer Hoca. Babam Ömer Hoca. O iki institut bitirgen adamız значит. Hepsi neme 12 tane professor там 5, это красный диплом. Екінші диплома тоже 12 профессор, значит, 5, значит, были. Вот. Битермез, значит, уже Москвадан чап келген еділер. Вот стране нужны грамотные люди. Грамотные люди, значит, там, давайте в Москву. А бабам он на то был грамотный, что Меселян сразу ағнады не олғанына. Вот. Анда барған olsa Москваға 1 ай, 2 ай, 3 ай где-то враг народа, значит, расстрелять. И Қырыма келер еді, пикет. Келер еді, көйін халқы айтыр еді, оля, біздің арамызда предатель Родины, изменник бір шелер, значит, шпионды дер еділер, доғырайт расстрелять еткенне дер еділер. А бабам сразу неметі, уляды, ау келген адамларға. Мына егідане анам бар деді, бірданесі қарт, бірданесі, значит, это татасы, да қарта виташка, значит. И егідане ишфақ бала. Мүмкін мен одынлар азырлайым, текарар ремонт етейм, соң бар Москваға олем, мүмкін бі де. Ну, ладно дейлер, неметі со. Москваға бабам бармай, значит, так это. Арасы текаран бір ішлер да кірeu, анда интернаты авлешілер, авле қайскойлер мен арларын точно бұле ішсеме ағнайым, авле ақылма сразу кеме үкойлеріне да. Анда çok ерлерді çalışып жүрген. Сонда бір организация. Demek hocalık yaptı babanız. O direktörüm çalıştı, hocalık yaptı, Urkustan Mektebi'nde direktör oldu. Oşun çok avle, anda neme işler becergen еді. А жең başladı ondan, значит, babam ertesi günü, значит, уже Симферополе кітіп, evden çıkanda айтқан еді. Bu жеңкі мы все равно победим, жеңер bu жеңте, bu çoğa бармaz деген еді. Ну, 5 yıl жең oldu. Bu hukumat действительно bizim halka çok şeyler gösterdi. Совет hukumatı. Demek o cenk başlағаннен жебеге кетті. Екінші күні сабасына уже кітті демеге, бүгін саат 4-те башласа, ертесі күн сабасы уже деме Симферополе кітті. И сразу это политработник какой-то дивизии и уехал.
Қанша бала едіңіз Хорантада? Біз Хорантада екі дане бала едік. Мен татам угловойда шын отыра. Анам, бабам Өзбекстанда қалдылар. Не үшін десеңіз, жең көрген адамдар, олар чоқа бармадылар, особенно жеңте болған адамдар, олар где-то чоқа яшамады олар. Второй эшелонда жүрген сойлар, олар бекім яшағандыр. Бабамдар, анам қалдылар Өзбекстанда. Женг вақытында демек сіз Қырымда яшадыңыз. Насыл хатырлауларыңыз бар? Немселер ерлі сәкінлеріне, Қырым татарларына насыл даврана еділер? Қырым татарларына насыл давранадылар? Мына МЖМ, Сүтхалил МЖ. Оны лемселер асқан еділер. Жамы оғыне, мектеп янына жамы анда балабан жеуздірегі бар еді, Уркуста койынды. Лемселер койға келденен сразу обликат, 10 пунктов авле, указ. Если ты не нарушаешь вот это вот, что хочешь делать, не стесень, он ем. Никто тебе не хозяин, ты свободный человек. Вот что не стесень, он ем. Вот. А если сен бірдане пунктын нарушить, это значит тебе к ответственности. Насыл пунктлер еді ақылыңызда жоқым? Он етмеге нельзя, бұн етмеге нельзя, подрывной деятельность нельзя, әрбіші нельзя. Мына МЖМ біле қоншайды. Партизан деп атқан еділер лемселер, діреге байлап абле. Башта асқан еділер, я епі немете, я да будақ шоты келішмей, значит. Соңынан немет қолынарда байлап атқан еділер, МЖМ. Апайы немеде председатель сельсовета еді. Апайыны, значит, қачып береді лемселер, олар атар еділер сразу без суда, следствия, работать. Коммунист деп? Да, следствия. А бұл партизан деп тоже абле атқан еділер. Егдане баласы бірдане Зибуретата и Шевкет Қардашы бар еді. Шевкет Қардашы. Как раз лемселерден неметтіне анасы қайтып келген еді. Үйе қайтқан еді. Балаларына келді, бір афта бармады, аблеші олды. Келе самолетлар, балықлавай бомбитетежіклер. Келелер, значит, и аша түшелер, и летят балықлава. Якынанда, ұзақты көл. Түшелер, кетелер, а там мешешметлер огнечкалар. Они же быстрее немного ходят. А бұлар разворачиваются, значит, и теперь надо наверх подниматься через перевальный, значит, так это. Взлететь, а мешешметларды яқын, еп яқынай так это. А бұлар газуют, полный газ, значит. И бомбаларын Уркуста койына, баға койына қанда попало, прямо өйлер үстеде қач адам ғайып болған еді. Бомбаларын ташлап, все равно жетіштірамайлар высоту поднять. Түшеді ау самолетлар, значит. Анда бақшы ішіне түшіп қалды, яда дақшы ішіне түшіп қалды. Авлешелер олған еді. Бұл зымкілері. А олар, провинился, статью нарушил, все, улеет олардың немесі. Олар зверствовать yapмай еділер. Мына бір адам арабасы чамырчыне кірген аты, елар қаннан да ярамай. Чамырчыне кірген атыра. Бұл да көтекли аты, арық айван, бақылмаған айван. Олар, значит, у айвана чекмей арабасын, бұл көңді лемсе көрген еді. Кеп бір тепме, ау адама. Бақ бұл айваны сен до чего довел, чахлый такой, значит, довел и да көтеклесін, значит. Адамлар отырады сигары яқып. Қомая, значит, лемселер ау адамлар чап келді. Давай шығар арабай, өтерің. Четлер араба шығарылар, значит, абырдан есі сачкует вроде. Лемселерден вроде, значит, вроде утере. А лемсе көрді оны үшін сачкует. Көтіне бір тепме. Мына яқшы атың олса, яқшы хозяйственник олса, бірші олса, лемселер, вот сен атың, олардың атлары жеңте олған, бір ерде олған, яраланған, бір еріне ярасы бар. Но лемселердің атлары, олар мощный, яқшы атлар еді. Олар неметелер, как его, тягловая сила.
На фронте оларда тоже не все механизировано, тягловая сила. Кетри атыны, сенде яхшы аты болса, значит, оларыңкысы тяжеловозы. Вот. Давайте обменяем лошадь. Демек тутуп алмай еділер, деңіштіре еділер. Келе, давай обменяем лошадь. Вот хороший лошадь, он тягловый, он даже мощнее твоего. Но он ранением был денежтерек давай, значит. Если кайлел масана, значит, а денежтермеге, мы тебе еще деньгами добавим, да, акча, марки, дойч марка берер, сораганга көре деп, авле алып кетеділер, авле нахальство yok. Ну, а румынер, это проблема. Олар абырды келе, майка тайка там битайдан абырды лаф етіп тұр, жүк вақтне кім бар ода, аз бар қап янына отыр бір жерде майка тайка там битайлар шығып отыра жа, майка тайка де кімдер бар туда-сюда. Бірсі абырде лаф етіп отыр, бірсі форчкадан кіріп, ана сен духовкаң қарышта, қазанларын қарышта бір шилері алады, авле шилері япарлары нұрмынер. Демір yolu халқымыз үшін ажынылықлы бір тимсальдыр. 20 күн девамында Совет үкіметі битави деделерімізні мал ташыған вагонларға yüklеп, ватанымыздан, Қырымдан сүргін етті. Аш yok, сув yok, sıcақтан нефес алмаға біле ава yok, бит, піре. Қырымдан Орта Асияға ве Урал дағларына қадар демір yol etrafı битави деделеріміздің кеміклері еле толып қалды. Сүргінлік олғанда сіз 6 yaşында едіңіз. О сабасыны насыл қатырлайсыз? Насыл келділер, насыл бұл сүргінлік кешті? О сабасы біза... Евіңізде едіңіз оға? Евіңізде едіңіз о Evimizde anam da ocakçı çalışады. O da saklanıp yürüyordu. Четкоиджиклерде, где его не знают, оно saklanıp yürüyordu. Вот. А bir haftanın içine уже после оккупации, значит, деоккупации, bir haftanın içine partizanlar da çıkan еді, anam da qaytып келді, емжем апайы Дудум сельсоветте çalışады, uдар çıkıp балаларына келді, bir kızı, bir oğlu, Şevket oğlu, bir oğlu frontta еді. А bizim babamız Cenken Askı'da, вот, мен айтacağım, bizi uyattılar. А что молодая женщина, Яша пойдет пойдет, шашмалада қалды. Айтесте, значит, бірден жүргенжі қалды, бірден абле тарелка алды, и неме екі-үш қашық вилка сарда біле, неме татам қолына тұттырды. Вот. А өзі хаста, бабам анасы хаста ятады, 80 yaşında хаста, адамларын алу olмайды. Қолынан тұтып, безарға шығарған әділер бізі. Анда топлайды көйін халқын, машина андан ташыды, станция сүреді, анда ташыдылар. А сізге ағнаттыларым, не олғаныны, қайда алып кетежегіңізні, не үшін келділер бұл сабасы? Выселяем и все. 15 минут деділер. Какой 15 минут? Біз бір тарелка, бір жүрген авле шықтық. Екі бала, хаста биташқамыздан. Авле чүйіл күттік, анда yüklеп, станция сүрен кетіріп, ода телячий вагоны. У вагонлар hakkında çok laflar eşitken edim. У вагонларда kaç gün gittiniz? Nasıl asılda o şaraitlerde yaşamaq mümkün edi o günleri? У вагонларда, это скотский вагон дегенде, настоящий скотский вагон. Ну, если хотя бы какая-то санитария там была. Но людей так набили, а у вагончине адамдар толы, значит, так это. Даже екі күне бармады, екінші күні, по-моему. Біз бір күнде, екі күнде Харькова барып шыққан едік. Анда уже Харьков вокзалы, анда как такого не было. Семафорлар шилер бар еді, немелер. Вот. А красный кирпич, видно вокзал. Бұл Харьковда деп іштен едік біз, значит. Вот. Қачыншы числода білмеймін, біз Қазақстана кечіп, вот, а Өзбекстан неме мына ошо Қазақстан тарафа түштік демей мүмкін бізде. Территория Қазақстана была, Чимкент, до самой Сырдарьи и Бекім шынды шайдар. Біз анда түшкен едік. Вагонда күткенде. Вот.
хаста битамызды біз яткызмай ержік таптық, өзімізді чүйліпін янына отырамыз, значит, и все так это вот. Бірдане апай, значит, ода Алланың рахметі болсынlar, олар давно кечірділер. 5 баладан апай жүклеп бірлер. Бешіншісі вагончине doğdu. Вагончине doğdu, а бала, я у kadar потрясение, ахай yok bir өзі, напсын бір апай, у kadar 5 баладан, там, как скот, вагон, так кинули в вагон и поехали. Я он doğdu, я sütü yoktur же, от переживания sütü yoktur. А у бала 3 күн вместе, а молока нету, напсынар у нас 5 күн кычырды, сон яваш, тынды қалды. И что у бала неме выкинули с вагона, и все. С вагона, туда. Или мына өлілер олса вагончине, тоқтатсалар, значит, қартлар абле шығарып ташла еділер, демір жолын янына. А у людей неметеда. Это ладно, это костями татарскими железной дорогой до Узбекистана или до Урала, так это вот. Татар кемиктері да турадылар. Узбекистана кеп түштік, значит, неме, үйден шыққанда мен, ифақ оғылан жоқ, значит, абле шортики облевалады с хлястиками, вот так. На крестик, абле хлястик, бірдане рубашечка, абле, и сандалики. Авледе шықтық, ау сандаликлері сұматоға ішіне бір ерде жойылған. Узбекстанда Ортауыл неме, анда Ортауыл, 54-й разъезді, Ортауылда тоқтады поезд, и неме бұл тарафа, Қазақстан тарафа бұрылды, значит, анда ЕСлер құрылы екен. Бірінші кез, значит, Нижнебасуевский, потом второй кез и третий кез. А соңынан кітті ол ЕСлер құрылмасы Шаулянский кез, 4-й кез Қазақстанның ортасына. А біз неме келдік, значит, сой сопларымыз кімерсе неме абырда птицсовхоз бар еді, а бұл тарафта первый кез тарафа. А біз птицсовхоздың топесінде анда бұл Краснодар, Первомайск деген район бар. Біртірлі ады Первомайск еді, но анда ақырлар. О ақырлар колхоз ақыра біле балабан, пенжересі жоқтыр. Дуары бар, пенжересі жоқ. За место окошка, значит, пенжересі, олары қышта тобан шейден тықай екенлер абле. И все. А қапылар абле үждане балабан араба кіріп шықмаға қапы бар екен. Лош, ақыр, неме. Вот. Тізеже боқ құрып қатып қалған, ат боқы. Ай, бұл бір адам, значит, көшеже беген, көшеже хоранда. Ну, какой хоранда? Женщины, старики и дети. Женщины, помоложе, они не на фронте же. Старухи и дедушки, қарбабалар. Бұл көшеже бегенде, бұнда отырабы, стол батымне бегенде, бұл көшеже вроде текара не так, неме боқлы, или боқлы, ну, құрып қалған, лучше вроде. Анда бегенде, анда кіріп отырамыз, и все. Біресі, бабам фронттан қайтып келді уақытте. Қайтып келді, значит, ну, еркез еше кетіп, бабам да күтті. А бабаңыз насыл тапты? Чүнки білеміз ки, бір кімсе білмеді, қайда хоранталары сұрғын етілген еді. Не знаю, бір ерден білеп келелер. Мұна Сетпелмет ағам, әмжемі оғылы фронттан қайтып келді. А уже неме түшті Чинас тарафа. Первый Чинас или второй Чинас, анда ГЕС құрыла еді. Анда он же тоже грамотный еді. Ее поставили это бухгалтером там это, у ГЕС тарафта. А уақыт ежек уже оғлан қардашы өлген еді, үшіні ГЕСте отырғанда, анда хасталанды. Уақытте біздің халқа қайышыларда тоже пекнемет еділер. Мына Дудума, жена партизан, работник сельского совета, Лемсеверден скрываться етіп жүрген апайы, значит, бірші ола, арық су ішеділер, аш жоқ, бірші жоқ, хорлық чекеділер, хасталықлар арық суынан. Хасталанды түшті Ташмия қойылды, значит, больницаға. А о где-то, мен айтажам,
Bu Zebret atam neme? Abi 14 yaşına dedim de kız bola. Onun anası, значит. Больница koydular, ну где-то уяна-бияна өзіне келді, уже выписываем завтра dedi doktorlar. Шевкет oğlu İfacık келді, анасын алып кетмек керек, но все равно слабый же адамдар, хоть выписывает. Барып араба тапайым, колхоздан или совхоздан естен бір араба тапып келіп, Ташкенттен алып кетежек, 3-ші кесе, значит, так еді. Саба ақшамнан анасынан сауықлашалар неметелер, саба қайтып арабадан кесе уже өлген. Өлдірерлер уақытлерде. Татарлар шайды. Татарлар шай деп, шай өлдірерлер уақыт. Уколлар япып өлдірген ешіткен едім. Да. Способники фашизма это такой националистическая агитация где-то. Даже это имперский такой немевола. Англичане, Индии там это захватили, а Европа халқы, вы что там это захваты чужой территории, вы что, неметкенде Европа халқы. О, они с пёсами, головами, они это вообще туземцы, авлеши, всякие шилер же құрып шығарадылар. Антияға бабаңыз қайтқан сон, бұл сүргінлікні көрген соны, демек 4 ел башындан соңына женікте Совет үкіметіні қорчалады. Хорантасы халқы сүргін олғандан сон, не айтайды сіз? Насыл фікірлері бар еді бұл хайынлікке? Бір кімсе аузын ашып, бір шай айтаймай еді. Не үшін десең? Сіз не айтайды хорантасына? Пешман етмедім бұл үкіметіні қорчаладым деп? Мен сашын айтырам. Мен өлешілеріне іштмеген олсам, или да бір шилер олған олса, я мұнда шыны отырмаз едім. Бабамнан башлайық. Babam қайтып келді, ертесі күні қартышқылар да жүріп болған сөйлері апайжықлар, значит, там еді. Ялнаяқ даже, қыш уақытына келген еді уақытта, ялнаяқ жүреділер. А мен вагоннан наз бош жатқан еділер, орта ауылы кеші бұл тарафа, значит, жол ташлардың үстіне пішкен таш, қышырам, ағылайым, сыжақ жып. Орта Азияның сыжағы. Піше же аяқлар, емірта пішірмен мүмкін. В общем, біз бабам іші шыққанда, значит, бір күн шыққа, 2 күн шыққанда, бір адам сорай, управляющий воен-совхоз еді онда, біз түшкендер. Конюшня воен-совхоза. Воен-совхоза уақытта ши сачалар, ши неметелер для военных нужды, значит. Мен айтажам, этот мужик, кажется, грамотный, да, деп сұрайлар бірсінен. Какой грамотный, он 2 института кончал дейлер. Сон ертесі күні как раз был директор, значит, управляющий совхоза. Ташкент тарафа бір ере кте, значит, тачанкасы ши бар, значит, кте, так это, и бабамды алып кте. Бабам уже оттуда вернулся управляющим совхоза. И кетірген еді, яқ, пырныш, неме, ши, их выделяли. Но вот это коменданты или прочие, олар бекім өзлерді только аша еділер, халқа ничего не дал. Адамдар бір қуанған еді, еркезе бір күсок ет, пұрны ши беріп, еркезе кезеклері яқып, бір шилер қыздырып, балажықларын. Ойлады, действительно біздің халық чекішті, балажықлар бүгін ойнайсың. Ярын уже одеял үстіне шығаралар, алып кетелер, көмелер. Елі адамдар әбіле хасталанады, қарт адамдар тез ғайып болады. Одеялдан жүгілеп, сүйреп күтіп, әуле, значит, барып, топырақтан қабір қазылмай еді. Просто әбе топырақтан засыпать етеділер, значит. Ертесі күні бірсін кетіргенде, значит, бұны уже шакалдар парчалаған. Бұл территория кости татарские. Шайеданда. А сон бабам, значит, көрді ішлер чатақ. А Ташкентте какой-то достылары бар екен бабам. Нас достылар білмеймін, но более-менее какой-то. Олардан барып лаф етіп, ат араба кетіріп, бабам бізі көшірген еді, колхоз Кирова еді, не еді? По-моему, Кирова еді колхоз. Анда демір жол шетіне, әбле бір
Койлик Кабакабле улица бар еді, значит, колхоза башка жерде, а burada какой-то участок или что, анда. Көчірді бабам, өзде сон учетчиком, там я грамотный же, учетчиком, ал совхоза, учетчик бір шиылып неметкен еді. Анда да біз çok отырмадық тақияда. Адамдар өледі уақытте. Өле күндер болады, вот, өле ерлерде, çok татарлар болған жерде, мен айтacağım, 30'ar adam өледі. Күнде, көмбе адам тапылмайды. Ничто, что там это 2 около жақ бір şey. Көмбеге мезарлық қазма жоқ еді. Статистикаға баққанда, бір сүргінлік вақытында бірінші жыллар девамында 56% қырым татарлары өлген. Демек 200 бинге яқын. 56? 56% статистикаға көрі. 60-шы, 65, 66 senesi, 64 senelері уақытлерде bizim adamlar arxivni данные шығарып, қаннан тапып, кағатлар мен мектуплер жазып, Москваға алып кетеділер, значит, там это ЦК-ға сдавать етеділер. Анда обращение крымско-татарского народа уақытты yazылы еді. 60% населения нашего погибло деп. Уақытты еді. Сіз оледі жауап бермедіңіз. Бабаңыз пешман етмедім бұл хайын өкіметіні хорчалап та хорантасы бөле алға оғырағанына? Ұнатмақ мүмкін еді. Бір аузын ашып бір лaf айтман шарасы жоқ еді. Мен, например, біз анда çok отырмадық, бірінші гес тарафларда, значит, бабам анда уақытты директор школы çalıştı. А бұл үкіматтан албереже жоқ еді. Албереже жоқ еді, абле. Біз көшкен едік Янгюл тарафа. Қазақстандан Янгюлге. Бұл первый гес уже Ташкентский облыса кіреді. А біз көштік, значит, Янгюле. Янгюльта артына 55-й разъезден аша Мирзачуль тарафа yol кетеді. Село Новомихайловканда бар еді, Черчикозенің бойына. Село Новомихайловка. Ярсы колхоз еді. Ауқойын, ярса заводчане, лупзавод бар еді анда. Бабам анда кірді бухгалтером. Лишь бы не метмеге, ну как-то, чтобы прописаться или там прочее туда-сюда, вот, ауле немеден. А анда, ну где-то текаран çalışkan еді. Бабам башқа işi кешті, значит, мен айтacağım, көйіміздің неме Четінде анда чөлчіне где-то 2 километр бар, ада колхозный какие-то бригадные домики или шыбыршилер бар еді, йықылған, но анда, ну, бригада. Вот. Қарбабам анда отырады, Абляс Қарбабам. Абляс Қарбабам, значит, Балықлава горисполкомында çalışkan. Қарбабам айтты, оғылым деді. Қарбабам 112 yaşına келді. Қарбабам айтты, oğlum yeryüzünde en aram hukumat bu hukumat деген еді. Оля дейм, қарбабам қарт адам, неграмотный, ну дейм, политически неподкованный, ну позволяет себе олешилерде, значит, не обращаю внимания, құлақ асмайым. 57 senesi, значит, Хабаровский высший командный инженер-технический войск училище түскенде, перед этим, значит, Благовещенск шерінде біз баша түшкені Саугаван, а Саугаван через Комсомольск на море. Сон burada артымызға қайтып, через это вот Волочаевка, овчарка с собакой отырады, на часовой. Кітапларда тұрқысыды бар еді, Волочаевские дни, значит. Оны кече Благовещенская областьта келіп, значит, Амур янына, значит, картоп қазамыз. Для всего это войну, для всего Дальневосточного округа картошку эту копаем. Біз анда болғанда неме Хрущев келген еді в Пекин. Теперь буға керек жына на столетие Владивостока, бармаға. Так это вся вот эта территория вдоль железной дороги 3-4 дня. На ушах и школьники, и дети, ура, ура, так это, как будто Хрущев им рукой помашет, они цветами помашут. Вот, показуху вот такой. Сонда Қарбабам айтқан ақылма түседі, ойладым, действительно арам үкімет. Разве можно улешилер yapmaға? Столько людей на уши ставить.
60 биңден зияде Кырым татарлары ЖБД Совет өкіметінің хорчалады. Ама бұл хайын өкімет бүтін халқыны сүргін етті. Не үшін өле япты? Олар біледілерді Кырым татарлары хайын дегіл Совет өкіметінің аскерлігінде хадимлік япқанлар, ветаныны хорчалағанлар. Не үшін оны яптылар? Совет өкіметі это не то, что там это ненадежный или там это продажный народ или что-то такое. Кому это виноват? Это бездари, ну, который, не знаю, как выразиться у Лара. Или вот Одессу обороняли, ну, прорвалась, значит, это большая армия, значит, прорвалась. Тут на Перекопе, значит, это выставили, значит, загородили дыме, значит. Так это главнокомандующий, генералы, целый этот корпус этих, сколько их там было, значит. Они бросили этот крафт на Перекоп, вот эту вот, оборону. Никто не командовал ничего. Бегом в аэропорт Симферополя, где там аэропорт был, значит. Они бегом, самолеты садятся, значит. А эти же видят, значит, давай, стойте, значит, вы куда, значит, так это. А мы на новый плацдарм там будем готовить. Все убежали, один только генерал остался, вот, один генерал. И то ночью на подводной лодке убежал. А вот это 80 тысяч вот этих защитников, значит, многие разбежались, буквально Ярса, оттуда чухнули все, вот, которые разбежались. Разрозненные отряды обороняли это Севастополь. Вот, а между ними связи нет. Они вот держат вот этот плацдарм, лишь бы здесь не прошел этот немец. А они-то видят, что там защищают, здесь защищают. А в Лешае отдыхай. А кто фактически бездари? А кто виноват? Они всегда будут валить на немца, на кого-то. Вот когда броненосец Потемкин там возле Одессы поднял бунт, вот, рабочие Одессы, значит, там и прочие, бунт подняли, значит, они в поддержку бунта, давай то же самое. А напханеда букумат. Ого, как не обмах керек. Лозунг: бей жидов, спасай Россию. А халк думает, да, жиды, оказывается, виноваты, что мы вот в таком положении. Давай громить эти кварталы еврейские. Пар выпустили, успокоились, и все. Пароход ушел, значит, Потемкин ушел в Румынию. Вот так. Друг на друга народы натравливают. Сами-то бездари, бандиты, короче говоря. Сүргінлік халқымызны Совет өкіметінің чешут түрлі топрақларына кетірді. Амма ғурбетлікте халқымыз бір күнге біле шүппеленмеді. Қырымға қайтажақ фікірнен яшады. Ве бірінші шыққан олған фырсатнен халқымыз өз ватанына Қырымға қайтмаға башлады, yolға шықты. Амма бұл yolда халқымызны яңы имтиянлар, яңы ағырлықлар бекледі. Сүргінлікте олғанда 50-ші, білмейм, 6-ші сенелері халық арасында насыл фікірлер башланды пейда олмаға, Қырымға қайтайықта, ватанымызға азат олайық, бөле фікірлерін ешті едіңізім? Өле фікірлер бір вақыт татар халқына ақылынан шықмай, геже күндіз халық мефтач, өз ветанына, өз немесіне арзы олдым, нәзі дейлер. 63 сенесі, 60 сенелері уақытлерді первый делегаты уже кетеділер Москваға. Демек, милли әрекет пейда олмаға башлады? Да, милли әрекет пейда олмаға башлады. Вот, уақытта делегация еберелер, койден делегат yazып цехаға передавать етеділер, чтобы решить проблему. А уақытта кім решат это? Аметхан Султанов, бабам фотографиясы бар, анда Москвада жылышқанлары, где-то бір шпек жоқ адам. Үкімет уақытта напқан еді. Вот. Даже уже союз распался, а Шербицкий, Громыко, Дабырса, они комиссию государственную. Уақытта айтқан еді, мы будем решать эту проблему.
Собрались, написали, что столько-то коллаборанистов, столько-то сожгли, расстреляли советских воинов. В общем, 300 сел вроде мы, это самое, крым-татар халкы. Чё, шилер навешали вот так, еще в газету напечатали. Известие, хайса, правда вас газетасынан, қанда это вот такое, значит, крым-татар халкы такой, сякой. Мына Қырымда көшпелік нас evге бульдозер жібереді, баласын апайын мына бізде мында Шакир аға мында отыр. Шакир аға да отырайды, значит, олар Қырымда никак, Нижнегорск анда бір жерде анда отырғанда, значит, не могли прописаться, значит, апайын келелер вагона қоялар на Кавказ. Балаларын шығарып, мында гідейін бұд, мында ташлай еділер. Анда біздің көйде, мына даже Генискеде олған еді. Бізе көйдеш келеді, мен өйер фақты яшылық еді, ақылма қалмады, значит, адылары шейлер, еді уже 30 жыл кешті вақыт. Екі баласыны кетіріп ташлайлар, қамышлар ішіне анда бір ерді. Евпатория тарafı қамышлар ішіне ташлайлар. Қыш вақыт балалар, ифақ балажықлар, ағылар, көзлері бұзылған,ексіде көр олдылар. Сон, бұл Совет үкіметінің уже вақытне. Кравчугынсыз бақма, вот, вроде өле, неме өле. Олар да çok şeyler yaptılar bizim halka. Buldozer çıkarıp жіберділер. O неме Кавказа түшкен еді, бұнда көтеріп атылған татарлар, бұнда Херсоннан бір жерден кене қайтып барсалар, кене даже 2 жылдан неме, 2 жыл қапа еділер татарлар бір ауыздан бір шайтады қолса. Еді, бір татар адамы көшіп келгендер, татар деп мектепе балажығы бар, қыз балажығы. От кенеклер олады, сарылып қала, лапуқтан олған шишкалар. Ауле шишкалар көтеріп атып, значит, неме, сачларын неметкен бала ағылай келе, бабасы, мен сізе көстерімде балалары соге 2 года дали. Вот тебе Совет үкіметі. Олар ішінде шай. Халықлары вот так, они не объединяют народы, олар халықларны метелер, разъединяет. Қайсы сенесіз сіз Өзбекистандан көшіп Қырымға бардыңыз? Ве Қырымға жібермеділермі сізні? 82 сенесі Қырымға мен көшіп келген едім, пропискашы бір ерді олмаған соң мұнда кеп шыққан едім. Мұнда. А бұнда прописка, олардың ауызы ашылып қалды, такой джентльмен явился, значит, так это. Нешін десең, мен көйде әблек жүрдім, адамдардан сұрап. Мен анда олғанда получал 500-600 рублей. Рабочий, простой работяга получал 95 рублей. А до этого по 2 смены ура, патриот работал на заводах, мастером цеха работал, добршилер. Что мне платили? 95 рублей. И все. А это нашел себе такую работу, а мен до этого, айтханом, перелом позвонка у меня было с высоты 22 метра, сорвался, упал на воздухопровод, позвонок сломал. А оттуда, значит, кинуло меня на это, значит, лес, площадка, вот. На него, значит, она тоже сыграла и кинула на пол, значит, так это. Да, вот так жив остался. Ну, зато месяц привязан на досках лежал. Вот так наклон доска, за челюсть привязана, қолларың табы привязаны, беліне привязаны, ноги привязаны. На голой доске одна простыня. А и сколько можно выдержать это вот так лежать? Прикол, мына саба, например, нянечка келе, чулдан, слах чулдан бетін, чоп, значит, так это. Открой рот, значит, каша ташлай аузына, сен да ютып чайнап тамаламасын, ютып-то етіштірмасын, кене пухай, значит, там это, рот вытерли, а рядом медсестра стоит, 3 укола делает, там горячий, холодный, ничего нужно, и, видать, снотворный делает. После снотворного уснул на этих досках вот так. Апайым ағасы келеді, траш етек кетеді, а я уянып келсем уже побритый, ты посмотри, ты побритый деділер адамдар. Бірінші сенелері мында келіп түшкен соң, ер сәкінлері, акимет, Қырым татарларға насыл бақайды, проблемалар япайдым, йоқым? Бұнда, мына, татар автобусда кішкенде 1-2 татар бар еді. Автобусда кішкенде өзің жесіне 1-2 лаф айтсаң,
Гыр, не можете по-русски dediler. Серьезно? Даже до драки доходило. Что вы на своем языке гыр. Шайет dediler. Сон сіз не айтайдыңыз оларға? Айтайды, даже көтеклеш едік. Даянбұт оламай едік. Біз қорқмашы жоқ, біз как-нибудь уже прописаны. Уже мы такие же граждане деп айтадық, не? Олар көрділер, біздің бұл это кибитки мында отырадылар, мына кибитки, бір-екі кибиткалар бар, әуле кибиткалар, абырды тоже кибитка. Көрді біздің халқы, гece күндіз çalışамыз, неметеміз, олар бақтылар, это неме. Даже отдыхающийлер келеділер, деңіз бойы, 6 sıra отдыхающий олады, палаткалар, машиналарын қойып отырадылар деңіз бойына. Татар олғанын білсе, кімерде сен сатқан шей алмай еділер. А Орыстан алса, хақулан алса, значит, неме, мында да журналистлер сұрайды. Как вы, значит, относитесь, вот он торгует и он торгует, как вы относитесь? У мусульманин это лучше брать dediler. Нечен. Он, если надо, он и уступит, а хахул упрется, да вот это, никто не берет, да. Сон ер сәкенлерін бақышлары біздің халқымызға не вақыт деңішті ве она себеп не oldu? Шемелев нас в Киеве бар палатка қойып отырған еді, неме Госдуманың огне. Там уақытлерде бірінші Османовлар уже сзади заходили, значит, их не признавайте, а вот мы, вот әулиешілер де болған еді мұнда. Бір санда Османов, Барсубьянов, значит, они же 16 партий создали, что Крым-татар халық бірлік болмасын деп. Шай еткен еділер уақытте. Вот, андан соң уже текаран біршілері уже самозахватлар кетті, уақытты тоже уақытты, өзлерін яққан еді адамнан недір. Муса Мамуд. Анда çok şeyler olған еді Қырымда. Чубаров, Феодосия тарафтан тоже пешим ходом шли на Симферополь. Там где-то остановили под Симферополем, даже Барданесны атып өлтірген еділер. Уақытты. Вот после этого я ваш, вот так. Стали прописывать так это. 90-шы сенелері не вақыт халық башлады Қырымға қайтмаға? Истегіңіз жоқ едім Қырымға көшмеге? Мен көшежек едім. Біз Қырымнан көшіргенде бір кере теріңі сыдырдылар. Голеньки выкинули оттуда. Қырымда енді только обжились там, это, у меня квартира на 3-м этаже, так это, здоровый трехкомнатный секция с верандой и прочее, так это. И на видной работе, еще герой труда, чуть ли не орден уже с Москвы шел, а мне пришло письмо, что вот здесь прописка после Нового года будет закрыта совершенно. Вот. И уақытлерде келдім, уже не прописывали, все. А я говорю, вот джентльмен такой, значит, появился. Еще как, куда появился? На ферму пошел работать. Потому что башка жері жоқ еді, где заработать. Вот. Айтажақ болсаң, çok меселе олар. Олар шашмаладылар, не поняли, кто, когда поняли, кто я, что я татарин, уже был поздно, уже печать стояла. Никто бы мне паспорт не забрал. Тарих текрарлана. Денішкен есе тек залемлердір. 2014 сенесі Қырымға кенеді яны имтиянлар кетірді. Севімлі ярым адамыз ишғал түбінде қалды. Путиннің режимі халқымызға не қадар зорлықлар кетірді. Не қадар ватандашларымыз қачырылды. Не қадар ватандашымыз Путиннің зинданларында шынды бұлуна. 250-ге қадар балачық бабасыз қалды. Амма бір шеге бақмайып, халқымыз бойсунмады, өз көрешіні девам етмекте. 2014 сенесі Қырым ишғал oldu Русия тарафындан. О одиселеріні көргенде насыл пікірлеріңіз пайда болды? Мен айтажам, біз Қырымға көшежек едік, біздің уже возможности не было. Бір кере да терігі сыдырдылар мында кейін, сон пока мы восстановились по-ново. Нас фікір келі, мына балалар Артур келінің
Bizim koyun halkı, apaylar, значит, там постоянно çoğara katlanırlar, Новоалексеевка katlanırlar, askerleri aş pişirirler, stolbalar nemetkende, там разоружат etkende neme, kep askerler avtomatları şeylerini alıp nemetkende birisi İslamov yetiştirdi, значит, kep остановил эту вакханалию, и у Эрфунда bir автомата там не хватило после этого там это. Или же столбалары ехалганда тоже они хотели восстановить, значит, и обратно дать. А bizimkiler не давали восстанавливать. Bizimki 7 saat çapkıtıp askerler tam на столбы korkmayıp onlardan o tam bize çoğunlardan уже keçmeye çare yok edi ondan sonra. Потому что kim anda участники bunlar koyun yarısı тоже у миллеттен. Şimdi Kırım'ın yaşayışına baksan, Rusya Kırım Tatarlarına böyle altın bayırlar vaat etti. Onu yaparıq, bunu yaparıq ve böyle fikirler peyda ola. Sovet hükümeti nasıl halkımızga baktı. Şimdi Rusya bu Sovet hükümetini balası aytmak mümkün. Endi olar keldiler Kırımga. Kırım Tatar halkı olardan bir yaxşılık beklemeye bekler bilir mi ya da yok? Ulardan ни в коем случае. Падыша вақытне шайды, шайды, любой вақыт шайды. Кырым татар халқы не ярамайлық япқан? Bir жерде ярамайлық болмады. Bir кеде. Они же беклеп отыра, когда кто-то из татар возьмет оружие в руки. Вот тогда они ал bayrak. Bu ise menimce böyle olar için balaban bir problem oldu. Çünkü böyle оружие silah қолға алған olsa halk Чечняда gibi yerінен... Да, сравняли бы. И по сей день келер этот любой татар пушка на ата, вот я рядом стоит, ежа, и там скажут террористы, а там из дома ничего не осталось. Террористы там были. Докажи, вот немеденазите, вот это вот Чечнян Яннабарда, как его? Дагестанцы. Назателер. Любой дом пришли, отстреляли, сожгли, сравняли, ушли. А там террористы, там 10 человек было. Докажи, что там хоть кто-то был. Bir şey halk yapmasa da, endi 100'ge yakın adam Putin'in hapishanelerinde otura. 250 bala babasız kaldı. Niçin bu hükümet böyle yapar halkımızga? Я bu аннексия olgan sonda было. Даже абылар. Başladı вот, konşularınız bana şifрeni yıkıp başlayın. Ya da anda, вы свой дом никому не отдавайте, нам отдайте, мы же соседи деп давали çap келген сойларды oldu, мында да шай oldu. Они думали, что сейчас Путин пришел. Hazır şeyge pek hazırlar. Да. Өзлері бежеріп оламағанда, ште башқанқысын алмаға. Это спокон веков шаю, шай да ктежеку. Это. На пожалуй, хукумата. Международное неме сообщество конмаса в международное русло, как должно быть во всем мире. Барданеса Павлик Морозов. Бабасын сатхан, повесили, убили, расстреляли, значит, ему красный галстук дали. А Барданеса, анасы джинкеры келе, значит, там какие-то войска уже в село вошли, уляды. Чапа келе, значит, какая часть? Вот такая-то часть. А мой сынок тут служит, вы не знаете его, Чапа где, значит, он там на посту стоит, или стоит. Анасына атам өлдірі, стой, стрелять буду, да анасы, сынок, это же яды, Чапа келе, 4 yıl көрмеген джек, это же яды. Ата өлдірі, анасын дали ему медаль. Ни хрена, у меня дома еще батя есть, он еще медаль заработал. Вот такой халық, олар пажан, никого. Sizin takdir yollarınız pek ağır edi. Cenkni көрдіңіз, surgunlikni көрдіңіз, birinchilerden Kırımga qaytkan oldunuz, anda көрсетмейіп, işte bu Xerson vilayetinde kaldınız. Çok şey gördünüz ömrünüzde. Halkımızga, bizim bakkanlarımızga nasıl tavsiyeler aytar ediniz? Sabır etmek gerek, sabır. Bizim kolumuzda çare yoktur. Biz не можем встать на вооруженную борьбу. Надо международное сообщество больше привлекать
и объединяться народу, бірлік болып, мы всегда победим это дело. Сабыр етсек, сабыр еткен адам любой вақыт выигрыше, любой вариант. А горячиться там это, в леші olmaz, никак не будет. Проигрыш. Сабыр еткен адам Алланың немесіне көреді. Сон башқа. Сабырын түбі сары алтын дейлер. Бұл сабыр етмек керек, но әрекеті olmak. Naz айталар? Әрекетті Konşun abli aramız son milletten olsa, значит, baltan hazır olsun дейлер. Yastığın tümle bir yerde baltan, kayrağına baltan olmak gerek. Ненадежный народ. Яшларымызға не тілер едіңіз? Шынды бөле ағыр вазиеттелер. Бақыңыз, бір тарафтан Қырымда қалғанлары бұл арам өкіметіні аяқ түбіне алмамақ үшін ве мұнда көшкенлеріне бұл 42 миллион украин халқы арасында ассимиляция olmamak үшін не yapmalımız? Біз ежек күндіз үлеші балалары ағынатамыз. Бір вақыт не қошылмаң деп, қошылмаң. Вместе не метесі, вместе олсын, но чтоб там үлеші. Он біз даже ифақ олғанда, пацаны олғанда, у вақытлерде қарба балаларымыздан іштедік. Қошылмау. Нече қошылмаға. Біз дейміз, өз халқымыз, өз тіліміз, өз емемізді, культурамызды көтермек керекміз. Мұна, біздері мұна яқына жабарын жаз. Бір кімсе біледің, что яқына барын жаз, даже Москва айтады, нет такой нации деділер, крымских татар. Sonra все старались очернить так это. Яқына барын жаз, кім біледі Қырым татары мұнда авле аннексия шейлер. Мұна Джемилев, Организация Объединенных Наций барып выступать, это Турцияда мұна форумы международные. Көтермек керек халқымызға, көтермек. Біздің халқы текаран не керек, хотя бы Джемилев, вот Ислямовлар, мұна чоқ артистлер келелер, бізде мұнда көйде олар, сафарлық, муфти украинский, яғына избранный муфти келе. Халқы текаран көңіл көтермек керек. Бұнда айтылған етілгенше, Қырымда да радио, телевизор ішселер, жүректері, шейлері көріне, а то российская пропаганда там это. Дөжелі біз, особенно Украинада ішлері жүрмесе, на международный арале, оғада солдан. Чоқ падышалар көрдік. Мұна, бірінші падыша это Ленин, так это, ладно, что с ним. Екінші падыша Сталин, ондан соң Малиновский, Андропов, ондан соң Брежнев келді, ондан соң Черненко келді, ондан соң да короче говоря, енді абыға кеп шықтық. Уладаем, вот мен яшаған ничего не жалею. Мне 100% все япылған ішім так это. Уладаем, абы неужели абы засранец біздің халқа о қадар ши япып та, бұның соңына золажақ кенді, ауын көрсем де деп отырам. Бұны көрсем де, нақты бұл... Тарих көстереки, Боле буюк девлетлер бір күнде еқылып кетелер. Біз шынды түшінеміз, боле уфақ халқымыз бұна қаршысына не япа білір, ама Алланы емірі еле ішанамыз халқымыз бұл бұтын сынавлардан кечерде ғалебе біздің олacak. Çok sağ olun Santay'a Taqdir Yolları programmasında bizden sübetleştiniz. Allah sizge uzun ömür sabır versin. Allah kolay getirsin. Тарихны yaşattırған insandır. Bizim Қырым татар халқымыздың тарихыны yok etmege, silmege, bozmağa istегенлері çoqtır. Ama böyle xartlarımız yaşаған, bu tarixi vaqıyalarını көрген, bu hadiselerge şahit olған xartlarımız bu meseleni doğırta bile. Allah Teala onlarga uzun ömür, sağlık bersin. Biz ise öz tariximizni öğrenip, bilip, gelecek nesillerimize bildirmege mutlaka mecburmuz.